Бас прокуратура бұдан былай кәсіпкерлерді заңсыз тексеру фактілерін анықтап қоймай, заңды бұзып, жөнсіз тексерген мемлекеттік қызметшілерді жұмыстан шығаруды ұсынуда. Бүгін ведомствоның алқа отырысында бас прокурор Жақып Асанов мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өкілдерінен осы мәселемен айналысуын сұрады. Себебі 1,5 жылда 160 мың кәсіпкерге 26 миллиард теңгеге айыппұл салынған. Бизнес өкілдерінің арашалаудың қама қаралған алқалы отырыс туралы Индира Жылқайдарова сараптамалық орталықтан баяндайды. Индира, қайырлы кеш. Кеш жарық Ғани. Бизнестің тынысын кеңейту үшін елбасы талай мораторий жариялады, талай нұсқау берді. Десе де сыныққа сылтау іздеген бақылаушы органдар ебін тауып, тексеріс жүргізіп, кәсіпкерлерді қыспаққа алатынын прокурорлар ашық айтып отыр. Алқа отырысында мұртын майлағысы келген қызметкерлерге тоқталды. Кәсіпкерлерге заңсыз 8 мың талап қойылған. Тіпті ойға сыймайтындар да бар. Мәселен, асханалардағы салқын тағамдар әзірлейтін орындар нысанның солтүстік батыс аумағында ғана орналассын. Не тортты кесіп, бөліп сатуға болмайды деп айыптай берген. Доходит до того, что госорганы сами... Мемлекеттік органдар тіпті кәсіпкер тексеру үшін жалған серіктестікте құрған. Жоспардан тыс тексерістердің нақты талаптары жоқ. Салықшылар тіпті экономикалық зерттеулер қызметіне хат жазып, олар ар жағынан аудитке тапсырып, құлығын асырып жүр. Бизнесті қорғау механизмін бұзған олар тергеушілер тапсырма берді деп сылтауратып қалағанын істейді екен. Видите, вот как кошмар. Вот вас надо отправить туда бизнес, и пусть поработали бы там сами, руками своими. Бас прокурор мұндай бейберекетсіздікке жол берген экономикалық зерттеулер қызметін сөкті. Заңсыз тексеру бойынша 9 мың іс тіркелген, оның тең жартысы тоқтатылған. Себебі кінәрат таппаған. Ал ұнамаған кәсіпкерді әуре сарсаңға салып, патша көңілімен жұмыс істегендерді анықтамаған прокурорларда жазасын алатын болды. Асанов мырза құр пафостық лозунгтердің пайдасы шамалы деп, парықсыздардың жалпақ жұртқа фамилиясы жария болуын сұрады. Әкімшілік қызметте жүргені бар А корпусының қызметкерлері, тіпті саяси қызметтегілері де кінәлі болса жазасын алмақ. Не только этим событиям, фактам надо... Бұл әрине тың мәлімет, бірақ ана қызметкерлер кінәлі деп жалпылай айта салу оңай, қатені түзету керек. Бұл тұста нақты кім жауапты, кімнің кінәсі, соның аты жөнін атап тұрып ескерту жасау керекпіз. Қажет болса, вице-министрлерде жауап беру керек. Индира, сонда прокурорлар бизнес өкілдерін тексерістен босату міндетін атқара алмай отыр ма? Біраз сын айтылыпты ғой. Ғани, сұрағың орынды. Олар 4 ай ішінде кәсіп иелерін тексеру 2 есеге, қылмыстық істер 3 есеге азайды деген мәлімет келтіріп отыр. Айта кетейін, салық және қылмыстық кодекстерге тағы түзетулер енгізілуі мүмкін. Себебі прокурорлар ондағы кейбір нормалар кәсіпкерлерді қорғауға мүмкіндік бермейді дейді. Ресейдің тәжірибесін пайдалануымыз керек. Кәсіпкерлерді қылмыстық қудалау әбестік. Соңғы 3 жылда кәсіпкерлерден 14 мыңға жуық шағым түскен. Оның 44% оң шешіліп, кәсіпкерлердің 50 миллиард теңге шығыны қайтарылған. Айта кетейік, бүгін прокурорлар кәсіпкерлер құқығын қорғау комитетінде жерден алып жерге салды. Шенеуніктері шәнейіп отырады. Ал жұмысын атамекен мен прокурорлар істейді. Енді қимылдамаса, оларға да тәртіптік жаза қолданамыз дейді олар. Ғани? Индира, ақпараттарыңа рахмет.